Сұрақ: нумерология деген шариғатқа сай келе ме? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нумерология физикалық заттарға, процестерге және адамдардың өмірі мен олардың сана-сезімдеріне сандар мен әріптердің мистикалық қарым-қатынас туралы эзотериялық наным жүйесі. Бұл наным бойынша әрбір әріптер мен сандарда мәліметтер сақтаулы. Тарихы біздің ерамызға дейін 3 ғасырға табан тірейтін бұл ілім түрі бүгінге көбіне адамның мінез құлықтарын, оның ерекшеліктерін, не нәрсеге бейім екендігін, болашақ ерлі-зайыптылардың бір-біріне сәйкестігі, бұл өмірге не үшін келгендігін, өмірге келгендегі миссиясын тағы басқа соларды анықтайтын бірден-бір құрал ретінде ұсынылуда. Нумерология ілімі көне ислам әдебиеттерінде илмул харф деген атаумен белгілі. Әріптер ілімі. Мәліметтерге сүйенсек, харф ілімі исламның алғашқы ғасырында грек философиясынан дін философтары арқылы ислам әлеміне кіріптар етіліп, уақыт өте келе кейбір мұсылман жамағаттары арасында, соның ішінде кейбір сопылық мектептерінде ислами дүниетанумен ұштастыра отырып, арнайы оқытылатын болған екен. Харф ілімін қолданушылар арасында орта ғасырда өмір сүрген мұсылман ойшылы тасауф ілімінің көшбасшысы Мухиддин ибн Араби бар. Ол өзінің Футухатул Маккия атты атақты еңбегінде аталмыш ілімге арнайы тарау арнаған. Әйтсе де, өткен тарихта харф ілімін харамға шығарған ислам ғұламалары да бар. Мысалы, имам Сюти өзінің Ашбах ан-Назаир атты еңбегінде аталмыш ілімді айналысу харам болған ілімдер қатарынан есептейді. Имам Захаби болса, әріптер ілімі сияқты нәрселермен айналысқанды адасушы әрі адастырушылар деп қатаң сынға алған. Қорытындылай келе, нумерология тылсым әлеммен байланысы бар эзотериялық наным жүйесі. Мұны сандармен бал ашу деп те атайды. Шариғатта бал ашу да, аштыру да харам. Оның үстіне әрбір әріп пен сандарда белгілі мәліметте жасырылған деген сенімнің ғылыми негізі жоқ. Құр қиял мен соқыр сенімділік қана. Сол себепті қазіргі ғылым нумерологияға соқыр сенімділік және жалған ғылым деп баға берген. Ендеше аталмыш ілім шариғатқа сай емес деуге негіз бар. Ардақты пайғамбарымыз алейхиссалам өзінің дұғасында илман нафиған, яғни пайдалы ілім бере гөр деп тілейтін. Сондықтан да мұсылман кісі нумерология сияқты адамның дүние ақыретіне еш пайдасы жоқ нәрселерге уақытын сарп етуден бойын аулақ ұстағаны дұрыс.